YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осындай ерекше әдемі болып шығатын пиццаның рецептісін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін толық қарап шығып, маған лайк басып өтіңіздер. Ең алдымен бізге қамырын дайындау керек. Ол үшін бір кружка жылы су, тұз, ашытқы, 2 қасық сұйық май және қантты саламыз. Барлығын сол бір қасықпен өлшеп саламыз. Жақсылап әр салған сайын араластырып отырамыз. Содан соң бұның бетін жауып, сәл көпіршіп ашығанын күтеміз, яғни апара деп айтамыз. Осылай дайындап қоямыз. Бұл дайындап жатқан тестіден негізі 2 пиццаның рецепті шығады. Дәл осындай қылып дайындасаңыздар, өте әдемі, жыртылмайтын нағыз пиццаның қамыры дайын болады. Мінекей осындай көпіршігеннен соң, оны да жақсылап араластырып жіберіп, ұнымызды қосып, қамырды илей береміз. Қамырымызды бірден қолмен осылай жақсылап барлығын араластырамыз. Ешқандай түйіршік арасында ұн қалып кетпеуі керек. Осылай араластырсаңыздар, қамырыңыз әдемі жылтыр қамыр болып шығады. Және де қолдағы қамырды түсіру үшін кішкене майды құйып, қамырды алып, осылай сырттан ішке қарай қайтарамыз. Яғни осы қолымыздағы сұйық май сіңіріп алу керек. Содан соң бұны ашытуға қалдырамыз. Бұл тез ашиды, өйткені біз апарамен дайындағаннан кейін уақыт жоғалтпай тез ашитын болады. Мендегі осы ашыған қамыр, осыдан мен 2 пицца дайындап шығамын. Неке көріп тұрғандарыңыздай жабыспайтын, созылмалы, әдемі қамыр шыққан. Неке мен қатты тартып тұрмын. Ешқандай да жыртылу болып жатқан жоқ. Содан соң пицца пісіретін противенді осына кішкене майлап жібереміз аст жағын. Одан кейін барып, қамырды салып, осылай 2 жағын кезек-кезек қайтара отырып, жиегінен тарта отырып, осылай созып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп табаға орналастырғаннан соң, осындай шұжықтарды қойып шығамыз. Бұл бізде жиегін әдемілеу үшін ерекше пицца болып шығады. Осылай жиегін қайырамыз. Бұл кезде бұл жиегін қайырғаннан кейін ортасына қарай жиырылып қалады. Одан қорықпаймыз. Барлығын болғаннан кейін барып қайтадан осылай істеп шыққаннан кейін пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп шығамыз. Неке осылай орналастырдық. Содан соң пышақпен осылай бөліктерге бөлеміз. Жіңішкелеу қылсаңыздар өте әдемі көрінеді. Содан соң бір қайырып жібересіздер. Сол кезде гүлдің формасы сияқты біздің сосискамыз көрінген және тестіға оралған пиццаның әдемі жиектері шығады. Бір қайырып, ашық жерлер болса кішкене қамырымен қосып жіберсеңіздер ештен кетпейді. Бұл қазір піскеннен кезде үлкен болып шығатын болады. Мінекей осындай барлығын бөлікке бөлеміз, қайырамыз, өстіп жиегінің барлығын осылай дайындап шығасыздар. Мінекей ортасына қамырымыз жиналып қалған. Оны да жаңағыдай кішкене сұйық майдың көмегімен жылжытып қайтадан орнына қоямыз. Содан соң салмаларын салып, өзіңіздің қалауыңызша қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Өте әдемі болып шығады. Менде бұл бірінші пиццам, мінекей ортасының жұқалығын көріп тұрсыздар. Қазір піскен кезде бұл әдемі болып шығады. Менде соус, кетчуп, майонез және терияки соусын қосып жібердім. Сырный соус болса да қоса берсеңіздер болады. Содан соң жұқалап бірінші қабатына осындай үккіштен өткен сырды септім, сосын қызанақтарды қойып шықтым. Басқа артық ештеңе салмадым. Және орегано салдым. Бұл орегано дегеніміз пиццаның иісін, дәмін келтіретін дәмдеуіш. Алып салсаңыздар, нағыз пиццериядағы пиццаны жегенде боласыздар. Мен қазір сыртын көрсетіп кетемін. Содан шамалы сепсеңіздер болғаны өте әдемі болып шығады.
мінекей піскен кездегі пиццамыз осы. Екінші пиццамен қарапайым шұжықтарды қойып, тек сырды сеуіп, бетіне солай қылып сеуіп шықтым. Бұл балдарға. Ал мына пицца жаңағы біздің жасаған гүлді пиццамыз. Дайын болған қамырдан 2 пицца шығардым. Міне жұқалығын көріп тұрсыздар. Қазір алып көрсетемін. Мына жерде сырдан дұрыс кесілмей жатыр. Былайша жұп-жұмсақ әдемі пицца дайын болған. Мінекей. Өзіңіз үйден дайындап жеңіз, қорықпай балаларыңызға да бересіз. Ешқандай артық қоспасыз. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей. Сырымыз созылып, қамырымыз әдемі болып шыққан. Жасап көріңіздер. Менің рецепт ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Алда көптеген рецепттер салатын боламын. Қазақша каналдың, енді дамып келе жатқан қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қосыңыздар. Көргендеріңізге көп-көп рахмет. Сіздерге ас болсын.